Олжас Бектенов неше түрлі схемаларға жүгініп миллиардтаған айналымы болса да салық ретінде қазынаға тиын-тебен төлеп жүрген компанияларға шүйлікті. Премьер ірі кәсіпкерлерді 2 аптада салық сомасын әділетті түрде төлеуге шақырды. Бізде осында ірі компаниялардың толық тізімі бар. Ол тізімде BI Group, Базис және басқа да көптеген ірі құрылыс компаниялары жүр, деді Олжас Бектенов. Бүгінде елімізде 2,3 миллион салық төлеуші тіркелген. Оның 8% немесе 137 мыңы ғана қосымша құн салығын төлеушілер. Қосымша құн салығын төлемеу үшін кәсіпкерлер негізінен бизнесті бөлшектейтіні жасырын емес. Қазір бизнесті бірнеше заңды тұлғаларға бөлу әдісі кең қолданылады. Мысалы, бір мекемеде асхана, бар, караоке жеке компания ретінде тіркеледі, немесе қонақ үйдің әр қабаты әртүрлі жеке кәсіпкерге жазылады. Олардың бірінің табысы 78 миллион теңге шегіне жеткенде қызметі тоқтайды да оның орнына басқа заңды тұлға келеді. Бұл қосымша құн салығын төлеуден жалтаруға мүмкіндік беріп отыр. Енді бизнестің бөлшектенуінің заңнамалық критерий енгізіледі және жеке кәсіпкерлер үшін айналысатын қызмет түрлері шектеледі. Сондай-ақ еңбекақы қорына түсетін жүктемені азайту үшін қызметкерлер штаттан шығарылып, жеке кәсіпкер ретінде тіркелетін схемаларда жиі қолданылады. Осындай түрлі схемаларды қолданатын ірі компаниялардың иелеріне 2 апта уақыт берілді. Осы аралықта олар салық органдарына қосымша декларация тапсырып, әділетті соманы төлеуі қажет. Егер орындалмаса, мұның соңы қиын болады деп қатаң ескертті үкімет басшысы. Премьер-министр неге BI Group пен Базисаға шүйлікті деген сұрақ оның орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринге қойылған болатын. Елде ешкім қол тигізе алмайтын компаниялар бар, ал бейшара шағын бизнес бүкіл ауыртпалықты арқалап жатыр деген түсінік қалыптасқан. Сондықтан да премьер-министр қандай алпауыт компаниялармен жұмыс істеп жатқанын көрсету үшін олардың атын атады, дейді Жұманғарин. Жалпы былтыр салық комитеті компанияларға 400 мыңнан астам хабарлама жолдаған екен. Қазақстанда шығындарды үнемдеу, қосымша кіріс көздерін іздеу жұмыстары мұнымен шектелмейді. Әрі қарай жұмыс жүріп жатыр. Мысалы, салық органдарынан хабарлама алған блогерлерде 1,5 миллиард теңге табысын қайта көрсетіпті. Осындай 15 блогер қазірдің өзінде 75 миллион теңге қосымша салық төлеген екен.